Сәлеметсіздер ме? Сіздерге Lab Exchange платформасында жұмыс жасау нұсқаулығын көрсетемін. Сайт тілін орыс тіліне аударамыз. Білім алушылар және де мұғалімдерге арналған бөлімшенің біреуін таңдап, келесі керекті пән биологияны таңдаймыз. Жасушаның бөліну тақырыбын таңдаймыз. Мұнда тақырыптық видео, материалдар, басқа да ғылыми зерттеу жұмыстары, оқытушыларға арналған нұсқаулықтар, сонымен қатар тест тапсырмалары, интерактивті симуляторлар, виртуалды зертханалар бар. Лектиннің пияз тамырының жасушаларының бөлінуіне әсерін виртуалды зертханада анықтап көрейік. Бірінші зерттеу жұмыстарының барысы көрсетілген. Келесі бөлімде зерттеуге керекті құрал жабдықтар көрсетілген. Ал енді алдымызда бізде виртуалды зертхана. Мұндағы бірінші әйнекше лектинсіз, екінші әйнекше лектинмен. Яғни бірінші бізде бақылау тобы, екінші эксперименттік топ. Экранда көрсетілген жасушалардың қай фазада орналасқандығын анықтап шығамыз. Осылайша біз 37 жасушаны зерттеп кестеге толтырамыз. Бұл бізде бақылау тобы. Екінші эксперименттік топта дәл солай 39 жасушаны қай фазада орналасқандығын анықтаймыз. Кестеге бүкіл мәліметті енгіземіз. Мысалға интерфаза, метафаза, телопаза секілді. Бұл жерде бізге автоматты түрде кестеге есептеп береді. Ары қарай біз калькулятордың көмегімен есептеулер жүргіземіз. Бұл жерде екі топтың да жалпы суммасын сұрап тұр, яғни қосындысын аламыз. Мысалы 10 қосылған 145 бізде 155 деген мәнді береді. Келесі дәл солай эксперименттік топтың мәндерін жазып шығамыз. Келесі бізде бөліндісін есепте дейді, яғни жаңағы тапқан жалпы мәннің студенттер санына бөліндісі. Келесі кестені толтырамыз. Бұл жерде бізде арнайы формуламен берілген, яғни А, Б, С, Д-ның мәндері бізде кестеде беріліп тұр. Сол бойынша бәрін есептеп жазамыз. Дайын интерфаза және де М фазаға арналған формула беріліп тұр. Осы формуланы қолдану арқылы біз ең соңғы бізге нәтиже беретін кестені толтырып шығамыз. Яғни интерфазаның мәнін жазамыз және де М фазаның мәнін осылайша есептеп шығамыз. Мәніміз 11 және 9 болды. Келесі мәніміз 23 және ең соңғы төртінші мәніміз 19. Ал енді осы О азайтылған Е мәндерін қойып шығамыз. Яғни 15-тен 11-ді, 5-тен 9-ды, 19-дан 23-ді секілді азайтамыз. Бұл жерде барлығының мәні 4-ке тең болды. Енді келесі ұяшықта бізде квадратын сұрап тұр. Яғни 16-ға тең. Келесі осы айырымның квадратын сұрап тұр. Яғни біздің бұл жерде тапқан кестедегі мәндердің бәрінің қосындысы 4,177-ге тең болды. Кестенің соңғы жолағындағы барлық сандардың қосындысы 4,177-ге тең. Яғни хи квадрат осы мәнді береді. Хи квадраттың мәні төмен болса, бұл жай ғана сәйкестік. Ал егер біздің жағдайымыз сияқты жоғары болса, яғни лектин заты пияз тамыр жасушаларының бөлінуіне едәуір жылдамдатады. Бақылау тобында тек қана 5 жасуша бөлінсе, ал лектиннің әсерінен эксперименттік топта 23 жасуша бөлінеді. Бұл едәуір көбірек. Және эксперимент соңында оқушыларға арналған қорытынды рефлексия нәтижелері көрсетілген.